Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мына суреттер арқылы сабақтың тақырыбын анықтап, болжап көрейікші. Иә, дұрыс айтасыздар. Сабақ тақырыбы қазақ даласындағы мыс өндірісі, сөздік қор және сөздік құрам. Оқу мақсаты мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Әлем бойынша өндіру және тұтыну көлемі жағынан мыс, темір мен алюминийден кейін 3-ші орында тұр. Мыс адам денесінде де бар. Ересек адамның ағзасында 80 граммға жуық мыс бар екен. Мыс ауыр жұмыс істеген кезде біздің күш-қуатымызды реттеп тиісінше бөліп отырады. Әдетте мыс дискілер, мыс теңгелер мен білезіктер көптеген ауруларды емдеуге көмектеседі. Тіпті жасартуға арналған косметикалық құралдарға да осы металл қосылады. Бірақ мысты осындай мақсаттарға пайдалану үшін алдымен өндіріп өңдеу қажет. Қазминералс ұсынады. Мыс байыту. Кен шахтадан немесе карьерде өндірілгеннен кейін темір жолмен, автокөліктермен немесе конвейер арқылы кен байыту фабрикасына жөнелтіледі. Қазминералс тобына тиесілі 4 жер асты кенішінен алынған кен Шығыс Қазақстан облысында орналасқан 3 фабрикада өңделеді. Әдетте минералдар бос жыныстармен қатар жүреді. Бұл оның құрамындағы бағалы заттардың үлесін арттыра түседі. Мұндай кен фабрикаларда байытылады. Алдымен жынысты өлшеп, қабылдау бункеріне жөнелтеді. Содан кейін конвейер арқылы көптеген үгіту құрылғылары мен диірмендерден өткізіледі. Олардың міндеті үлкен тастарды ұсақ құмға айналдыру болып табылады. Қазминералс тобының еліміздің шығысында орналасқан фабрикаларында кен конус тәріздес үгіту құралдарының көмегімен уатылады. Содан кейін су қосылып, ішінде болат шарлары бар диірмендерге салынады. Одан өткен руда бұрынғыдан да ұсақталады. Нәтижесінде пульпа деп аталатын сұйық масса пайда болады. Алда оны флотация күтіп тұр. Пульпа флотациялық машинаға түседі. Машина аса көп мөлшердегі ауаны төменнен жоғары қарай өрлейді. Кеннің суланбайтын бөліктері ауа көпіршіктерімен бірге жоғары көтеріледі. Ал бос жыныстар төменге түседі. Осылайша бағалы металдар қажетсіз жүктен арылады. Байытудың бірнеше сатысында кен массасына химиялық элементтер қосылады. Олар біртіндеп мыс, қорғасын және мырыш минералдарын ажыратуға көмектеседі. Алынған су молекулалары мен мыс, қорғасын немесе мырыш минералының қосындысын дайын концентрат деуге болады. Бірақ оны әлі мыс балқыту зауытына жөнелтуге ерте. Себебі концентрат тым дымқыл. Сондықтан концентраттарды жаңа саты, қойылту кезеңі күтіп тұр. Концентрат арнайы ыдыстарға құйылып, салмақтың көмегімен сұйықтық тұнбадан ажыратылады. Нәтижесінде су мен қойытылған концентрат алынады. Содан соң ол сүзу кептіру бөліміне жөнелтіледі. Ол жерде концентрат құрамындағы су сарқылып, сүзіледі және қажет болса кептіріледі. Ұнтақ түріндегі дайын концентрат қоймаға жөнелтіледі. Сол жерде ол жұмсақ орамға салынады, немесе тікелей вагонға тиеледі. Бұл ұнтақ ұялы телефонға немесе сіздің машинаңыздың қосалқы бөлшегіне айналу үшін ұзақ жолдарды жүріп өтеді. Ең алдымен ол мыс балқыту зауытына түседі. Қалай ойлайсыңдар, бейнероликте қандай мәселе көтерілген? Ал мына теңгерім дөңгелегі әдісі арқылы көтерілген мәселені, негізгі ойды анықтап, тірек сөздерді тауып, пікірлеріңізді білдіріп жазыңыздар. Рахмет. Ықтимал жауап бойынша өз-өзімізді бағалайық. Көтерілген мәселе, мыстың пайдасы, жасалу жолы. Негізгі ой, мыстың күнделікті өмірде алатын орны. Тірек сөздер: мыс, темір, мыс өндіруші, мамандық. Менің пікірім, мыс өндіруші мамандығын игеру қызықты. Мыс өндірісі мамандығы сіздерді қызықтырды ма? Иә, бәрімізді мыс өндіруші мамандығы қызықтырды. Мыстың алюминий мен темірден кейінгі 3-ші орында екенін мәлімет ала отырып, әрі кірме, әрі термин сөздерге назар аудардық. Осының бәрі сөздік қор мен сөздік құрамға жатады.
Ендеше сөздік қор мен сөздік құрам туралы білімдерімізді кеңейтейік. Тілдің негізгі сөздік қоры сөздік құрамның ең тұрақты бөлігі. Ондағы сөздердің негізгі ұйытқысы сөздік қорға, тілдегі барлық сөздердің негізгі ұйытқысы саналатын түбір сөздер, түркі тілдеріне ортақ бір буынды байырғы сөздер, қажетті ұғым түсініктерді қамтыған баршаға түсінікті сөздер, қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан байырғы төл сөздері, ежелден тілге әбден сіңісіп, жалпы халықтық сипат алған кірме сөздер жатады. Сөздік қордың басты белгісі тұрақтылық. Онда жалпы халықтық сипат басым келеді. Сөздік қордағы сөздер жаңа сөз тудыруға ұйытқы болып, сөздік құрамды байытады. Мысалы, жер сөзінен жершіл, жерлес, жер үй, жертөле, тағы да басқа сөздер жасалған. Сөздік құрам тілдегі барлық сөздің жиынтығы, ұлттың қоғамдық, әлеуметтік тіршілігін тұтас сипаттайтын сөздік құрамға жалпы халықтық лексика, кірме сөздер, терминдер, кәсіби сөздер, диалектілер, жаргондар, әдеби және ауызекі тіл лексикасы жатады. Ал енді білімімізді шындық жалған әдісі арқылы қорытындылаймыз. Берілген сөйлемдерді шындық, жалған бойынша орналастырамыз. Сөздік құрам мен сөздік қор бірімен бірі мүлдем байланыста емес. Екеуі екі түрлі ұғым. Сөз жасам нәтижесінде жасалған туынды сөздер сөздік құрамға кірмейді. Қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамындағы ең бай, әрі күрделі қабатын орыс тілінен енген кірме сөздер құрайды. Белгілі бір кәсіппен, шаруашылық саласымен шұғылданатын адамдар арасында қолданылатын, көпшілікке бірдей түсінікті бола бермейтін сөздер кәсіби сөздер деп аталады. Терминдердің лексиканың басқа түрлерінен айырмашылығы, олар көп мағыналы болып келеді. Оларда эмоционалды бояу, экспрессивті стилистикалық қызмет болады. Диалект сөздер жалпы халықтық болып есептелмейді. Неологизмде бір тілде жаңадан пайда болған және көпшілік арасында қалыптасып қойған жаңа сөздерді айтамыз. Тапсырманы орындаймыз. Тексерейік. Кәсібін сенің нәсібін дегендей, бәріміз мамандық туралы ойлана түстік. Мамандық таңдау өте күрделі. Сондықтан да ақылды кеңеске назар аударыңыздар. Мамандық таңдаудың оның 5 қадамын жоспарлау керек. Армандай білейік. Екінші, көз жеткізейік, қажеттілігін түсінейік. Үшінші, жоспарлап алайық. Төртінші, әрекет жасайық. Бесінші, игеруді бастайық. Үйге тапсырма. Менің арманымдағы мамандық тақырыбында мамандық таңдаудың 5 қадамын жоспарлай отырып 5 сөйлем жазу. Сіз мыс өндірісі туралы қосымша білгіңіз келе ме? Ендеше мен ұсынған сілтемелерді пайдалана отырып, қосымша ақпарат алуыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сіздерге ұсынылып отырған қазақ даласындағы мыс өндірісі тақырыбында шеберлік сынып сабағымен бөлістім. Бұл сабағымда ой қозғау, тақырыпты болжау, теңгерім дөңгелегі, шындық жалған белсендік әдістер арқылы оқу мақсатына жете алдым. Оқу мақсаттары мәтіндегі негізгі ақпараттарды іріктеу, көтерілген мәселені, негізгі ойды анықтау, оқушылардың тілдік дағдыларын арттырады. Шындық жалған әдісінде ереже арқылы сөз жасау мен лексиканың байланысын біледі. Мамандыққа байланысты сыни сұрақтарға жауап береді, дәлелдейді. Бұл әдістердің тиімділігі оңайдан күрделіге қарай қадам басу арқылы шығармашылыққа, жұмысқа үйретеді.